Sultanмахмұт Торайғыров 1893 жылы дүниеге 1920 жылы дүниеден өткен. Ол анасынан 2 жасында айырылған. Оның көптеген өлеңдері мен көптеген шығармашылықтары бар. Ол Sultanмахмұт Торайғыров 27 жасында дүниеден өткен. Sultanмахмұт Торайғыров мен қазақ. Мен қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйген қазағым, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл жайық. Арасам қоныс қылдым, ірге жайып. Ерім, жерім қорғайтын, ерім болып. Ер жеттім, ең даладалыққа тойып. Ер түрік ұрпағымы даңқы еткен. Bir кезде Европаның тітір еткен. Кірген есік, шыққан есік болып. Күнбағыс, күншығысқа әмір еткен. Кешегі қан, Шыңғыс ханның ұрпағымын. Талай царь, талай князь тәжім еткен. Мен қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйдіріп жүрегімді таратқан менің. Сарыарқа, сары дала туған жерім. Күнбағыс, көк күмбездің астында көк масатты сәулемен алтындағы сары белім. Кең дала, шаңсыз ауа, таза қоныс. Иса аңқып бетім сүйген самал желі. Кіндір болып малменен жанды өсіруге жаз жайлау, күзгі күзек, қысқы тебін. Даламның мен сағынам бек пен қанның. Ел үшін аямайтын шығын жанын. Қайғысыз, ұйқысыз, ұйықтатып, қайғырусыз жылқы бақтырып, қалыңсыз қатын құштырып, алашта алаш қылған сабасыздарым, топтай торғай шалдырмасқа, қазақтың бір тайын кәпірге алдырмасқа, бір түнде 90 ойланып, 9 төңкерілген, ел қорғанып, өмірінен сүйем бәрі, мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын.